Назарларыңызда топ 10 әлем бойынша ең көп кино түсіретін мемлекеттер. Үйреніп қалған Голливудты тек әлем киностудиясының алпауыты деп ойлаудың өзі қателік. Сонымен қатар Үндістан, Нигерия, Қытай, Жапония, Корея сияқты елдер Голливудқа қарсы тұра алатындай мега туындылары бар. Олай болса, біз бастадық. Бірінші орында Америка құрама штаты. Консалтингтік компаниялардың зерттеулеріне сәйкес, Голливудтың табысы 20%-ға артуы тиіс. Бұл қарақшылықтан болған шығынға және дисклардың сатылымының төмендеуіне қарамастан. Аймақтағы алғашқы киностудия 1911 жылы Кентавр компаниясы Калифорнияда вестерн түсіруге шешім қабылдайды. 1921 жылы Голливуд киностудиясы әлемдік орталық ретінде таныла бастады. Бұл аймақтан Paramount Pictures, Warner Bros, Columbia Pictures сияқты мега әйгілі киностудиялар орналасқан. Екінші орында Болливуд. Бұл кинематография орталығы бұрыннан Голливудқа бәсекелес болып келе жатыр. Соңғы 10 жылдықта Үндістан 2 есеге жуық түсірілген фильмдер саны бойынша Америка құрама штатынан басып озды. Дегенмен басқа жағынан Болливуд өзінің америкалық немере ағасына бәсекелесуге қиынға соқты. Мысалы, Үндістан дүниежүзілік фильмдер прокаты бойынша алғашқы бестікке кірмей қалды. Сонымен бірге үндік кинематографиясының болашағы зор болады деп әлі де болжануда. Біріншіден, үкімет ұлттық фильмдерді қолдау мақсатында бір қатар іс-шаралар өткізді. Екіншіден, жаһандану үрдісіне қарамастан Голливуд үнді дәстүрін әлі күнге дейін сақтап келе жатқан елдердің бірі. Үшінші орында Нолливуд, Нигерия. Біздің көрермендерге сену қиын, бірақ Африка континентінде Нолливудта түсірілген фильмдер мен телешоулар танымалдылығы бойынша Голливуд жобаларынан басып озады. Нигериялық режиссер Зеба Эйро африкалық ұлттық фильмдерді көруге көбірек қызығушылық танытады. Өйткені африкалық фильмдер әрқашанда жақсы аяқталады. Төртінші орында Жапония елі. Кинопрокаттан түсетін табыс бойынша күншығыс елі екінші орында. Жапондық киностудиялардан жылына 400-ге жуық көркем фильм шығарылады. Олар шамамен $2 миллиард жинайды. Жапония киностудияларының жетістігіне оңай түсіндіруге болады. Олар жай ғана өз орнын таба алды. Триллерлі және қорқынышты фильм жапон режиссерлерінің сауда белгісіне айналды. Айтпақшы, жапондық сақина американдық сиквеллерден әлде қайда қорқынышты фильмдер қатарында. Бесінші орында Қытай мемлекеті. Қытай киносының танымалдылығы Голливудпен ынтымақтастықтың арқасында артты. Алайда фильмдердің басым көпшілігі шетелде түсірілген, ал Қытай билігінің саясаты әлі де болса отандық киноның дамуына айтарлықтай кедергі келтіріп келеді. Алтыншы орында Пакистан. Бұл мұсылман елінде Лолливуд Лохор қаласында орналасқан. Бұл киноиндустрия негізінен тіпті Үндістанда танымал урду тілінде сериалдарды түсірумен айналысады. Бір қарағанда пакистандық сериалдарды үнді фильмдерден ажырату мүмкін емес. Сол себепті де Пакистанда кино түсіру әлемі әлі де даму үстінде. Жетінші орында Швеция. Біздің азаматтар үшін тағда бір аз танымал Вуд киностудиясы. Швецияның солтүстігінде орналасқан. Фильм фабрикасы Троллхеттен қаласында Тролливуд деп аталады. Мұнда олар швед көрермендеріне арналған фильмдерді негізгі бөлігі түсіріледі. Сегізінші орында Германия. Бұл европалық елде Бавария фильм киностудиясы ең үлкен беделге ие. Бұл студия 1909 жылдардан бері жұмыс істейді және планетадағы ең танымал киностудиялардың біріне айналды. Айтпақшы, Альфред Хичкок мансабын осы Бавария фильмінде бастады. 9-шы орында Италия. Тибрдегі Голливуд 1936 жылдары құрылады. Студияның ашылу салтанатына фашистердің көсемі Муссолинидің қатысуымен өтті. Мұнда Римдік мереке, Клеопатра, қарумен қоштасу сияқты атақты фильмдер түсірілген. 10-шы орында Испания. Город Света киностудиясы испан киноиндустриясының орталығы болып саналады. Испандық Голливудта ауданы 11.000 шаршы метрді құрайтын 6 түсірілім павильоны бар. Ең культті фильмдер Лола туралы мен білемін, Тереза, Христостың денесі, Дон Жуан, Астерикс, Олимпиада ойындары атты туындылар жарық көрген. Әлемдік сараптау бойынша Қазақстан жас мемлекет болғандықтан ең соңғы орындарда жайғасқан.